Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тұңғыш жолдауын түсіндіру жұмыстары әлі де жалғасуда. Президенттің әр салаға қатысты айтқан тапсырмалары, мақсат міндеттері көптің көкейінде жүрген көп сауалға жауап болды. Жаңа жолдау халыққа жаңа үміт сыйлады. Ал бүгін үкіметтік емес ұйымдар жаңа бастамаларға толы маңызды құжат аясында атқарылар жұмыстарды жүйеледі. Басқосуға біздің арна тілшілері барған еді. Толығырақ бейнематериалдан көріңіз. Жиынға келген жамбылдықтар жолдауда басымдық берілген бірнеше бағыттарды ортаға салды. Басшысы азаматтардың құқығын қорғауға бағытталған тапсырмалар. Бірін айтсақ, жемқорлықтың жолын кесу. Президенттің бұл пәрмені елдегі бармақ басты көз қыстылыққа тосқауыл бола алады дейді жастар. Ал Раиса Рысқұлбекова бұл жолға жолдаудың ерекше екендігін ел басшысының бірінші сөзінен ақ байқағандығын айтады. Мен халыққа берген уәделерімді міндетті түрде орындаймын деген. Ал енді сол уәделерін орындау үшін ол айтты, тек қана мен азаматтық қоғамға сүйенемін деді. Себебі азаматтық қоғам дегеніміз қандай? Әшейін жай қоғам болады. Ол қоғам азаматтық қоғам өзінің жауапкершілігін біледі. Проблема көрсе, бір мәселе көрсе, соның шешімін ойластырып, жоба жазып, билікке көрсетіп, әйтеуір соны орындап шешеді. Сол себептен мінекей мен оқығанда жолдауын таң алдында қандай проблема бар халықтың арасында, қандай сөз бар, соның бәрі осы жолдауда айтылған. Расында Қасым-Жомарт Тоқаев қылмыстық істердің өршіп кеткендігіне кеңінен тоқталып, олқылықтар мен тапсырмаларды жіпке тізген еді. Осы уақытқа дейін түйіні тарқамай келе жатқан мәселенің мінбердегілерге жететініне жиылған жұрт та сенімді. Тек жауаптылар жоспардан жаңылмаса дейді. Үкіметтік емес ұйым мүшелері болса, құжатта көтерілген мәселелер бойынша біз де қоғамдық жұмыстарды жүргіземіз деп тарқасты. Нұрлан Әбдікәрім, Леспек Әбдіжаппар, Жеті Ньюс.